Bismillah, alhamdulillah, salatu assalamu rasulullah. Assalamu алейкум, құрметті ағайын достар. Қасиетті Рамазан айы, 12 айдың сұлтаны Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Аллах тағала ұстаған оразаларымызды, құлшылық, ибадат, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Бұл өте ұлы ай. Пайғамбар саллаллаху және сахабалары бұл айды қатты күткен екен. Және де мұсылмандардың барлығы осы айды сағынышпен күтеді. Рамазан айына қашан жетеді екенбіз, қашан ораза ұстайды екенбіз, қашан тарауық намазын оқып, жамағатпен бірге ауызашарларға барып, құлшылық ибадат жасайды екенбіз деп мұсылмандардың барлығы аңсайды. Бұл ай өте хайырлы. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады: "Ма марра бил муслимина шахрун қад хайруллаху минху." Мұсылмандар үшін Рамазан айынан хайырлы ай жоқ дейді. Яғни бұл ай өте ұлы ғибадат айы. Бұл айда көп деген сауапқа кенелетін ай. Бұл айда барлық күндерінің өзі сауапқа толы, жақсылыққа толы, Аллах тағаланың мейіріміне, рахмында толы. Бұл айдың ішіндегі бір түн бар, өте қасиетті түн. Ол түн, өздеріңіз білесіздер, 1000 айдан да хайырлы лайлатул қадыр түні. Бұл айда қандай да бір жақсылық істейтін болсақ, көп есеге еселенетін, сауабы көп есеге көбейетін сондай бір хайырлы ай. Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады: "Ман тақарраба фихи би хаслатин кана каман адда фаридатан фима сиуа." дейді. Кімде-кім бұл айда бір жақсылық істейтін болса, оған ол парыз орындағандай сауап алады дейді. Ал кімде-кім бұл айда парыз орындайтын болса, ол 70 парыз орындағандай сауап алады дейді. Яғни көріп отырсыздар, бұл айда әрбір түні, әрбір күні өте хайырлы, берекелі, жақсылыққа толы. Қандай да бір кішкентай ғана сауапты істесеңіздер, ол парыз намаз оққандай, немесе қажылыққа барғандай, немесе жаңағыдай басқа да парыз ғибадат орындағандай сауап беріледі екен. Ал кімде-кім бұл айда парыз орындаса, мысалға намазын бастаса, немесе осы айда зекетін берсе, садақасын берсе, басқа да құлшылық ибадаттарын жасаса, ол 70 парыз орындағандай сауап алады дейді. Көріп отырсыздар, осы ай өте хайырлы, берекелі. Бұл айда біз қандай да бір жақсылық істейтін болсақ, ол өзімізге қарымы өте көп есе болып оралады. Сол сияқты инна садақата тутфиу ғадаба рабби ва татфау мията су дейді. Ақиқатында садақа Аллах тағаланың азабын кетіреді дейді. Және де көптеген жаманшылықтарды кетіреді дейді. Яғни бұл айда біз садақа беретін болсақ, бұл айда біз зекетімізді беретін болсақ, бұл айда біз хайыр, ихсан, жақсылықтарымыз жасайтын болсақ, жетімнің басын сипайтын болсақ, жесірліге көмек қолын созатын болсақ, біреуге ауызашар себеттерін апарып беріп, жағдайы төмен жанұяларға көмек қолын созатын болсақ, Аллах тағала уәде еткендей, ол жаңағыдай көптеген сауапқа кенелетініміз ақиқат. Сол сияқты ахлул ма'руф фи дуния хум ахлул ма'руф фил ахира дейді. Бұл өмірде жақсылық ізгі иелері, ана өмірде де жақсылық ізгі иелері болады дейді. Яғни соған кенеледі, жақсылыққа кенеледі. Яғни жәннатқа барады. Бұл өмірде жаманшылық иелері, жаманшылық істеушілер, ана өмірде де сол жаманшылыққа кенеледі дейді. Сол сияқты Рамазан айында біз босқа өткізбей, құлшылық ибадатпен өткізіп, оразамыз ұстап, жетім жесірлерге қарайласып, Рамазан айының берекетіне, хайырына кенелетін болсақ, Алланың разылығына бөленеміз. Осы айда біз көбірек садақа беріп, зекетімізді беретін болсақ, иншалла бізге көптеген сауаппен қайтарылады. Осы Рамазан айында жай айларда садақа, зекетіміз беретін болсақ, Рамазан айында зекет беретін болсақ, ол 70 есеге дейін көбейеді. Яғни зекет дегеніміз ол шамасы келген, яғни дүниесі 1.160.000-нан асқан, немесе малы, мысалы қойды алатын болсақ, 40-тан 100-ге дейін,
40-тан 120-ға дейін мысалы сол аралықта қойы болатын болса, немесе дүниесі мысалы артық қалып тұрған, мысалы ішіп-жемінен артық қалған 1.160.000 теңгесі болатын болса, оған 2,5% беру парыз. Яғни ол сол дүниені жеу оған харам болады. Ол жетім-жесірлердің, жағдай төмен міскіндердің дүниесіндегі соларға берілетін нәрсе. Сол зекетімізді беріп, осы айда жаңағыдай пітір садақамызды беріп, сөйтіп Аллах Тағала жақындайтын болсақ, ол өте үлкен ғибадат болады. Я жаңағыдай Рамазан айы оразамен де өткізуге болады. Оразамен өткіземіз ғой. Оразамен өткіземіз. Ол тәнмен берілетін нәрсе. Ол жаңағыдай тәнді тәрбиелейтін нәрсе. Бірақ дүниені сарп ету ол нәпсіге өте ауыр нәрсе. Дүниені сарп ету. Сол үшін жаңағыдай нәпсіні тәрбиелеу ретінде осы Рамазан айында көбірек құлшылық ғибадатпен жаңағыдай осы зекет садақамызды, хайыр ихсан жақсылықтарымызды тарататын болсақ, Аллах Тағаланың жақсылығына бөленеміз. Неге? Өйткені біз ішіп жейміз, жаңағыдай тоямыз, киінеміз, бірақ та біздің байқамайтын кейбір жағдайлар болады. Мысалы, жағдай төмен отбасылар бар. Олардың жаңағыдай ауыз ашарға жері, тамағы, шері, сусыны жоқ. Соларға біз қарайласатын болсақ, Рамазан айында оларды ішіп жесінші, оларды тойсыншы бір уақыт деп, біз соларға ауыз ашар себеттеріне барып берсек. Міне мыналмен жаңағыдай өзіміз бір дорбаға азық-түліктер сатып алып, сол дорбаға толтырып, соны жаңағыдай көп балалы отбасыларға, ораза ұстайтын жандарға, қарттар үйіне, жетімдер үйіне, жаңағыдай үлкен кісілерге апарып беретін болсақ, өте сауап нұр үстіне нұр болатын еді. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, күллі маъруфин садақа дейді. Әрбір игі іс ол садақа дейді. Қандай да бір жақсылық, Рамазан айында қандай да бір жақсылық істейтін болсақ, біреудің міндетті түрде ол ақша беру емес. Міндетті түрде жаңағыдай шамаңыз келмесе, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біреуге жақсылық айтып жүр дейді. Мысалы, біреу садақа сұрап келетін болса, біреу көмек сұрап келетін болса, егер шамаң келмесе дейді, оған жақсы сөз сөйлеп шығарып сал дейді. Сол сияқты шамамыз келмесе, осы Рамазан айында біреуге жақсы сөз айтып, жаман сөзден тыйылып, Рамазан айы ораза дегеніміз ол бір нәрседен тыйылу, сауым дейді ғой, сауым. Ол тыйылу деген сөз, ол тек қана тамақ ішіп жеуден ғана емес, ол жаман сөзден, жаман қылықтан, жаман істен, жаман әрекеттен тыйылатын болсақ. Осы Рамазан айында тек қана жақсылық жасап, көрші қолаңға барып, қал жағдайын сұрасып, жетім жесірлердің басын сипап, біреудің жаңағыдай көңілін аулап, сондай да бір қандай да бір жақсылық істейтін болсақ, оның барлығы садақа болып есептеледі, көрдіңіздер ме? Соның барлығы бір парыз орындаған. Жай ғана амал, сүннет амал, жай ғана қосымша бір амал, бірақ ол парыз орындағандай сауап берілетін нәрсе. Сол сияқты жаңағыдай біреуге біз жанымыз ашмаса, жүрегіміз біреуге ауырмаса, біз шынайы мұсылман бола алмаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде дейді, «Ал-муслиму кар-ражулин вахин ин иштака айнуху иштака куллуху» дейді. Мұсылмандар бір дене сияқты дейді. Егер көз ауыратын болса, оның бүкіл денесі ауырады. Егер бас ауыратын болса, оның бүкіл денесі ауырады дейді. Яғни басқа бір ауырымыз аш жатқан кезде, немесе қиналып жататын болса, біз соған қайғырмайтын болсақ, біз соған жанымыз ашымайтын болса, ол дұрыс болмайды. Бізде мұсылмандар бір бауыр сияқтымыз, бір дене сияқтымыз. Біреу ауыратын болса, басқа мұсылмандар да соған ауырып қайғыру керек. Басқа мұсылмандар да соған жәрдемдесіп, көмек қолын беру керек дейді. Айтқан сөзге түспеген жаман немене, сұрағанды бермеген сараң емей немене дейді. Сол сияқты жаңағыдай қандай да бір қолымыздан келгенінше қол ұшымызды жетім жесірлерге, кембағалдарға, жағдай төмен отбасыларға көмек қолын созатын болсақ, Аллах Тағала біздерге көптеген сауапты істер нәсіп етеді. Сол сияқты осы Қазақстан мұсылман діни басқармасының жанында зекет қоры деген қор бар. Сол қор арқылы көптеген сауапты істер жасалып жатыр қазірде. Қазірдің өзінде жаңағыдай 400-ге жуық пәтер кілті табысталды. Көптеген жаңағыдай қайырымдылық азық-түліктей таратылып, басқа да жағдайлар жасалып жатыр. Сол қорға ат салысып, сол қорға жаңағыдай қол ұштарыңызды беріп, жетім жесірлерге көмек қолдарыңыз қосамын десеңіздер де, иншалла
нұр үстіне нұр болады. Аллах тағала осы бөлген естіген уағыздарымызға иншалла амал істеуімізге нәсіп етсін. Аллах тағала барша біліп білместен күнәларымызды кешіріп, осы Рамазан айындағы құлшылық ғибадаттарымызды Аллах тағала қабыл етсін. Алхамдулиллахи раббил алямин. Ассалату ассаламу ала расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.